Армысағайын тікелей эфирде ақпарат, студияда Дархан Рахымжан, сурдаудармада Самал Нұрым. Көктемде ел аумағындағы 1200-ден астам елді мекенді су басу қаупі бар. Бұл туралы төтенше жағдайлар министрі Шыңғыс Әрінов Сенаттағы үкімет сағатында айтты. Ведомство тасқынның алдын алу үшін 576 шақырым жерге қорғаныш бөгеттерін салған. 658 шақырым каналдармен арық жүргізген. Президент тапсырмасымен бүгінде төтенше жағдайлардың алдын алу комитеті құрылды. Су тасқынын болжауға және модельдеуге мүмкіндік беретін тасқын ақпараттық жүйесі енгізілді. Министрлік тарапынан ықтимал су тасқынын жою тәсілі қайта қаралды. Бірінші кезекте біз қауіпті учаскелерге мониторинг жүргізіп, төнген қатерге дереу ден қоямыз. Аталған тәжірибе өрт қаупі кезеңде қолданылатын болатын және тиімділігі жақсы деп қорытынды жасадық. Осылайша стратегиялық жоспарлаудың және шұғыл басқару командалық орталығы құрылды. Оның негізінде техногендік және табиғи апаттарды болжау, модельдеу және талдау үшін бірқатар цифрлық сервистері біріктірілді. Биыл солтүстік Қазақстан облысында су тасқыны болады. Қазгидромет өкілдері алдын ала жасалған болжам нәтижесін жариялады. Десе де мамандары табиғи апат дәл былтырғыдай бола қоймас деп отыр. Облыста 19 гидрологиялық бекет жұмыс істеп тұр, жүйелі түрде мониторинг жүргізіледі. Қазір жердің беткі қабаты 20 сантиметрден 1 метрге дейін қатып жатыр. Бұл көрсеткіш әдеттегі мөлшерге сай. Ал өңірдегі басты гидрологиялық нысан саналатын Сергеев су қоймасы әлі күнге тасып жатыр. Паводок или весеннее половодье. Тасқын топырақтағы су қоры мен жауын-шашын көлеміне байланысты. Алғашқы көрсеткіш нормадан 2 есе көп болып отыр. Ал жауған қар әдеттегі мөлшерге сай, дегенмен ақпан, наурыз айлары жауын-шашынды болмақ. Ғабит Мүсірепов, Шал Ақын, Есіл, Қызылжар аудандарында тасқын қаупі жоғары. Бұл алдын ала болжам. Наурыз айының басында нақты болжам белгілі болады. Ал Ресейдің бірнеше өңірінде су деңгейі көтерілген салдарынан елді мекендерге қазірден қауіп төніп тұр. Ресейдің орталық бөлігіндегі Қорған, Түмен және Омбы облыстарында үйлерді су басу қаупі жоғары. Синоптиктер басты себеп желтоқсан айында қардың мол жаууы және 111 жылда болмаған күннің күрт жылынуы дейді. Сондықтан өзен сулары әдеттегіден 3 ай бұрын арналарынан аса бастаған. Мамандардың айтуынша ақпан айында қыс қаһарына мінсе жағдай тұрақталуы мүмкін. Ал күн жылынса Орынбор облысында су басуы ықтимал. Премьер-министр Олжас Бектенов Алматыда Еуразиялық үкіметаралық кеңестің шағын құрамдағы отырысына қатысты. Жиында мемлекеттер арасындағы ынтымақтастықтың өзекті мәселелері талқыланды. Еуразиялық экономикалық одақ елдер арасында жалпы ішкі өнімнің тұрақты өсуі байқалады. Мәселен, былтыр одақ экономикасының жұмыс көрсеткіші шамамен 4% деп бағаланды. Биылда агроөнеркәсіп саласы бойынша бірлескен жобалар жүзеге аспақ. Асыл тұқымды мал шаруашылығын, ауыл шаруашылығы дақылдарындағы селекциясын, тұқым шаруашылығын дамыту, аграрлық өнеркәсіптік кешен инфрақұрылымын кеңейту бағыттары басты назарда. Еуропа орталық банкі ақша несие саясатын жұмсартуды жалғастырды. Қаржы институты пайыздық мөлшерлемелерді базистік 25 пунктке төмендетті. Яғни депозиттік мөлшерлеме 2,75 пайызға, негізгі ставка 2,9, ал шекті несие мөлшерлемесі 3,15 пайызға азайған. Банк бұлайша жұмсарту саясатын өткен маусымнан бері 5-ші мәрте жүргізіп келеді. Биыл тағы 2-3 мәрте қайталануы мүмкін. Еуропа орталық банкі экономика өсімінің баяулауына алаңдайды, ал инфляцияны әрі қарай төмендету үшін еңбек ақының баяу өсімін құптады. Еуроаймақ экономикасы соңғы 90-да өнеркәсіптік рецессия мен әлсіз тұтыну салдарынан тұралап қалған еді. Жапонияда азық-түлік бағасы қымбаттап кетті, ал жалақы ондаған жылдар бойы өзгермеген. Осы қиындықты еңсеру үшін жұрт көкөністі үйде өсіре бастады. Ерлі зайыпты Казуки және Рина Наката көкөністің 47 түрін өсіріп отыр. Пластик ыдыстарға салат жапырағы, пияз, тіптен дайкон шалғамын өсірген. Бұлай жасау үнемді әрі күн сайын экологиялық таза көкөніс шөп жеу пайдалы дейді олар. Наката отбасы тамақты мейрамханадан емес, үйде әзірлеуді әдетке айналдырған. Өйткені мұнда бір ғана орам жапырақтың бағасы $7 жуықтайды.
Елгорлайық, енді дүкен сөрелерінің кемінде 50% қазақстандық азық-түлік өнімдерімен, ал 20% тұрмыстық тауарлармен толып тұруы тиіс. Олар көрнекі әрі қол жетімді жерге орналасып тұруы керек. Сауда және ирригация министрлігі отандық өндірушілерді қолдау мақсатында осындай бірқатар міндеттемелер бекітілгенін айтты. Арман Шаққалиев Алматы қаласындағы ірі сауда желілерін аралап, кәсіпкерлермен кездесіп, дүкен сөрелеріндегі отандық өнімдердің үлесін арттыру мәселесін талқылады. Сондай-ақ сауда орталықтарындағы отандық өндірушілердің тауар көрмелерін ұйымдастыруды ұсынды. Бүгінде оңтүстік шаһарда 11 ірі сауда желісі және 3,5 мыңнан астам шағын дүкен жұмыс істеп тұр. Бірнеше отандық тауар өндірушілер тікелей осы сауда желісіне өнімдерін жеткізеді екен. Соның ішінде пияз да бар, картоп та бар, сәбізді бар, мысалы қырыққабат та бар, бағалап шықты. Оның ішінде мысалы тура осы сауда желісінде 47% қазақстандық тауар өнімі. Сыртқа сұйық отын сатқандар ұсталды. Жамбыл облысында жеңіл автокөліктермен жанармай тасып жүрген қырғызстандықтар қолға түсті. Арасында тіпті Меркі ауданының тұрғындары да бар. Олар көлікпен заңсыз бензин тасуды кәсіп көзіне айналдырып алған. Әбден әккі болғаны сонша салондағы орындықтарды алып тастап, қосымша баг орнатып алған. Арнайы рейд кезінде 130 жүргізушінің көлігі айып тұраққа қойылды. Оларға қатысты Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 590 бабының 7 бөлігі бойынша әкімшілік хаттамалар толтырылды. Заңсыз жабдықталған автомашиналар бұзушылықтары жойылғанға дейін арнайы тұраққа қойылды. Оралда ер адамның басына кірпіш құлап, мерт болған оқыс жағдайға қатысты құрылыс кезінде қауіпсіздік ережелерін бұзу бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазір құрылыс тоқтап тұр, тергеу жалғасып жатыр. 9 қабатты тұрғын үйді Стройтехник групп серіктестігі салып жатқан. Кінәлілер 6 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Ал оқыстан қаза болған 68 жастағы зейнеткер бұрын темір жол саласында ұзақ уақыт еңбек еткен. Осы оқиғадан кейін қалалық прокуратура барлық құрылыс нысанына мониторинг жүргізу туралы ұсыным берді. Аманат партиясы президенттің жаңа жаңғырту бастамаларын іске асырудың негізгі қозғаушы күші. Партия төрағасы Ерлан Қошанов мәжілістегі Аманат партиясы фракциясының жиынында осылай деді. Жиында үкіметтің кеңейтілген отырысында мемлекет басшысының ел дамуына қатысты берген тапсырмаларын іске асыру және заңнамалық тұрғыда қамтамасыз ету мәселелері талқыланды. Мәжілісмендер азаматтардың әл-ауқатын арттыру мақсатында алға қойылған барлық мақсат міндеттің маңызын атап өтті. Президент қала құрылысын жоспарлаудан бастап, нысандарды пайдалануға беруге дейінгі барлық үдерісті цифрлық форматқа толық көшіру және бірыңғай ақпарат жүйесін жыл соңына дейін әзірлеу туралы тапсырма берді. Қазіргі таңда осы салада 5 ақпараттық жүйе жұмыс жасауда. Құрылыс кодексінің жобасын қарау барысында бірыңғай ақпараттық жүйе құру мәселесі уәкілетті мемлекеттік органмен бірлесе қарастырылып, тиісті заңнамалық шешімдер қабылданатын болады. Қазақстан халқына қорының төрағасы Болат Жәмішев қызметінен кетті. Оның орнына орынбасары болған Ләззат Шыңғысбаева тағайындалды. Қордың баспасөз қызметінің ақпаратынша 2022 жылы қаңтарда тағайындалған Болат Жәмішев өкілеттілік мерзімінің аяқталуына байланысты осындай шешім қабылдады. Ол басқарған кезде Қазақстан халқына қоры 104 қайырымдылық бағдарламамен жобаға бастамашы болды. Оның 62-сі іске асқан. Қыс басталғалы Қосшы қаласы аумағынан 71 мың текше метр қар шығарылды. Таза Қазақстан жобасы аясында қала іргесіндегі Тайтөбе ауылында таза белсенбі өтті. Волонтерлар, жастар мен қоғам белсенділері көшелер мен саябақтарды, әлеуметтік маңызы бар нысандарды және жаяу жүргіншілер жолдарын қардан тазартты. Жауаптылар мұндай шаралар еңбекке баулуды балаларға үйретудің тамаша құралы дейді. Өздеріңіз көріп отырғандай мына саябақ былтыр ашылып еді. Енді осы Тайтөбе ауылында 80 жылдығына, жеңістің 80 жылдығына арнай осындай үлкен бір саябақ тағы орнатсақ па деген бір ой бар. Балаларымызға, өсіп келе жатқан өспірімдерге бәрін сол үлгі бола ма деп ойлаймыз. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Ақпараттың келесі саны 17:00.